Barchaga salom do'stlar, sizlarмен tag'i sport жаңалықтары видеоны бастамас burun arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Осы video 200 like жинайтын болса, новый рубрика бастайтын боламыз. Жәнібек Әлемханұлының сәтсіздіктері ұшырауы себебі айтылды. 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасының күміс жүлдегері. Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары. Достар, бізде жаңалық бар, біз жаңа рубрика бастап тұрмыз. Екі рубрика болады. Бірінші рубрика бұл салыстыру болады. Екі боксшылардың салыстыруы болады. Комментарийға жазып кетіңіздер. Мысалы, Геннадий Головкин и Жәнібек Әлемханұлының екеуін салыстыр, или тағы басқа боксшыларды салыстыру. Рейтингімен салыстыру болады. И екінші рубрика болатыны әр күні жаңалықтар болады. Мысалы, азаннан кешке дейін қанша жаңалық шықса, соларды бір видеоға істеп, 7-8 минут полный общий барында, мысалы телевидение оқсайтын жаңалықтар кешке болатын болса, мен де сөйтіп шығарамын деп тұрмын. Соған не дейсіздер? Егер болатын болса, жазып кетіңіздер комментарийға, лайк басыңыздар, болады деп комментарийға жазып, уже рубриканы бастаймыз. Соған не дейсіздер? Егер болатын болса, біз бастаймыз. Біз айтып кетейік достар, букмекер контора реклама ештеңе болмайды. Біз қазақ аудиториясы дамыту үшін, бірінші қазақ аудиториясы білу үшін тоқтамастан жұмыс жасаймыз достар. Тастап кету ондай нәрсе жоқ. Бір бастадық па, ақырына дейін барып, сіздер білулеріңіз керек бар нәрсені. Баршаға рахмет. Виктор Демьяненко тілшісі берген сұхбатында Жәнібек Әлемханұлының басты қиындығы не екені туралы ойын айтты. Әлемханұлы үшін биыл сәтсіз жыл болды. Ол тек бір жекпе-жек өткізді. Салмақ түсіремін қиындыққа ұшырады. Ал жыл соңында жақсы қарсыластардан айырылып қалды. Өкінішті әрине, бірақ ойлану қажет сияқты. Неге ол екі титулы ие тура үлкен жекпе-жек шыға алмай жүр? Мүмкін оның менеджерлері бірдені дұрыс жасамай жүрген шығар. Ол Америкада атақты емес. Ол үшін ағылшын тілін біліп, өзіңді таныту қажет. Мүмкін оған екінші орта салмаққа өткен жөн. Қазір орта салмақта тоқырып тұрған ешкімге жасырын емес. Қазір Жәнібек нақ бабында. Ал жалындап тұрған сәтінде барынша пайдалану керек, дейді Демьяненко. Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.